Абайдың дүниеге келуі турасында ел аузынан жеткен ең көне әңгімелердің бірі Абай туарда әкесі Құнанбайдың түс көруі. Құнанбайдың түсіне 18 ғасырда өмір сүрген, тобықты руынан шыққан қазақтың кемеңгер биі Әнет баба кіріп, Ибрахим деп қана пайғамбардың атын атап аян беріп ғайып болады. Осы түстен көп ұзамай Құнанбайдың әйелі Ұлжанның босанғаны жайында хабар келеді. Көрген түсін ырым көрген Құнанбай азан шақырып жас нәрестеге Ибрахим есімін бергізеді. Ой, айналайын, бәрекелді балаларым, айналайын. Аман есенсіздер ме? Амансың ба, айналайын. Баланың бауы берік, ғұмыры ұзақ болсын. Ау, мен айтқаның кесін, айналайын. Сіздерге Құнекең қамдансын деп сәлем айтты. Бүгін молда шақырып, азан айттырып, нәрестеге Ибрахим деген ат бермекші дейді. Ибрахим? Ябайым, атқа тоқым жабайын, тыста жүрген анаңды қайдан іздеп табайын. Әлді, Ұлжан! Мұна баланың еметі уағы боп қалды ғой деймін. Алшы. Құнанбайдың бәйбішесі күнкеден кейін әмеңгерлік жолмен алған әйелі Ұлжан сабырлы, ақылды, дана әйелдің санатынан еді. Құнанбай қойған Ибрахим аты Зере мен Ұлжан сияқты парасатты аналардың арқасында ел ішіне Абай болып жайылды. Абайдың балалық шағы өзі дүниеге келген Қасқабұлақ жотасының бауырында өтті. Қасқабұлақ атанған мөлдір сулы мына бұлақтың басын көктеу мен күзеу мезгілдерінде Құнанбай ауылы қоныс қылатын. Ауылға жиі келетін ақын жыраулардың жырдастандары, әжесі Зере мен шешесі Ұлжанның қоңыр үнмен ықыластана айтатын ертегі, қиссалары сәби Абайдың ұшқыр қиялына қанат бітіріп, балаң ойын шарықтататын. Қос анасы Ұлжан мен Айғыздың ортасында телғара атанып, сүйікті әжесі Зеренің мейіріміне шомылған жас Абай бұла болып ерке өсті.